Бөлі юлдаслар сөйлетіңлаңыз Мұқминат Атибалиеваның «Халқыма» деген ятлауын. Ноғай халқым, жүрегімде яшайсың, қайерде де сен тұрасың қанымда, сен жоқ болсаң, мен сол сәт өлермен, сен үрленсең, мен қунарман әрдайым, ятлау ясам, сен ятлаудың тынысы, ергерласам, соғада аң қосасың, тарланғанда күш бересің тамырдан, йығылғанда тіреумаға боласың. Шетелерге алғасат мен ұмтылсам, таңларыңман мені үйге тартасың. Бұйратылардың бауырында құшақлап, шешекейлер шашларымға саласың. Ноғай халқым, өктем халқым сен яша. Әр язлықта бере көздер яйрасын, юсан иіс қоқып шөлді көгертіп. Биік аспан сені үшін ашылсын. Яйна халқым, қуна халқым сен менім. Тіл бірлік болсын арамызда көп еллар. Көк бөрілер дайым сенің қасында. Өмірлерге қараушылар болсынар. Басқа мілеттің көп екенін білемен. Тек солардың ең басында сен ноғай. Күн туарда күн туады сен үшін. Күн батарда енді батпас ол үшін.